Сәлем достар, менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Мен сіздермен бүгін өте нәзік, өте дәмді, ауызда еритін Рафаэлло торттың рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін көріп, менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта көптеген рецепттермен бөлісетін боламын. Бөлме температурасындағы сары майымызға шекерді салып, аппақ болғанша миксерлеп аламыз. Жан-жағын жинастырып, әр жұмыртқаны жеке миксерлеп аламыз. Енді осы массамызға қаймағымызды қосып, тағы миксерлейміз. Енді осы сұйық массамызға құрғақ ингредиенттерімізді қосамыз. Ұн, крахмал, разрыхлитель, сода және кокос ұнтағын қосып миксерлейміз. Міне қоймалжың массамыз дайын болды. Осы массамыздың үстіне енді 1 шай қасық уксус құямыз. Менде 9% уксус. Дайын қамырымызды пергаментке кальцонның көмегімен жайып шығамыз. Әр қамырды 2-3 қасықтан сала отырып 8 көріш шығарамыз. Міне қамырларымызды салып орналастырып қойдық. Енді осыны 160-170 градус пеште 10-15 минут пісіріп аламыз. Корждарымыз пісіп шықты. Енді ол суығанша кремімізді дайындаймыз. Ол үшін бізге салқын сливки қажет. Салқын сливкиміздің үстіне қант ұнтағын қосып, қоймалжың масса болғанша миксерлейміз. Міне креміміз осындай қою болу қажет. Енді осы сливкиміздің үстіне салқын сгущенкамызды қосып, лопатканың көмегімен қозғаймыз. Сливки мен сгущенкамызды біріктіріп болғаннан кейін, ақ шоколадымызды алдын ала микроволновкада ерітіп, суығаннан кейін кремімізге қосып, лопаткамен араластырамыз. Лопаткамен жақсылап қозғап болғаннан кейін, оның үстіне кокос ұнтағын қосып, жақсылап миксердің көмегімен бір миксерлеп аламыз. Креміміз дайын, енді тортымызды жинаймыз. Подложкамыздың түбіне кремді коржымыз жылжымас үшін кішкене жағып аламыз. Тортымыз тегіс шығу үшін осылай кальцонның көмегімен жинаймыз. Әр корждың үстіне 2-3 ас қасық крем салып, тортымызды жинаймыз. Тортымыз жұмсақ болу үшін корждарымыздың арасына пропитка жағамыз.
Міне тортымызды жинап болдық. Бетіне пищевой пленка жауып, холодильникке бірнеше сағатқа қоямыз. Міне тортымыз холодильниктен шықты. Осылай спатуланың көмегімен кольцомыздан шешіп аламыз. Осылай жан-жағын кремдерін тегістеп, кішкене крем болса жағып жіберіп, кокос ұнтағымен әсемдейміз. Міне тортымыз дайын болды. Қалауларыңыз бойынша әсемдесеңіздер болады. Мен Рафаэлло шоколадымен әсемдеп шықтым. Ауызда еритін өте дәмді торт. Үйде жасауға кеңес беремін. Менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар.